Су бүкіл жер бетіндегі өмірдің көзі. Адам ағзасы 70-80% судан тұрады. Адам азық-түліксіз бірнеше ай өмір сүралса, сусыз бірнеше күн ғана өмір сүреді. Табиғи су және оның шексіз циклы жаһандық климатты айқындайды. Жер бетінде су көп болып көрінеді. Алайда планета суының 97% мұхиттар мен теңіздерден тұрады. Бұл ішуге жарамсыз тұзды су. Әлемдік су қорларының 2% Арктиканың, Антарктиданың мұздықтарында және биік шыңдарында сақталған, және тек 0,29% өзендер мен көлдерден тұрады. Атмосфералық судың үлесі және тіпті 5 мыңның 10%. Әлемдегі ауыз судың мөлшері жыл сайын азайып, жердің халқы артып келеді. Соңғы 50 жылда Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша су тұтыну 2 есеге өскен. Өнеркәсіптік өндірістің өсуі, көлік санының артуы, интенсивті адами шаруашылық қызметі, жер үсті және жер асты суларының ластануына әкеледі. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, аурудың 80% сапасыз суды пайдаланумен байланысты. Суды сақтау сияқты үлкен миссияда әрбір адам қатыса алады және қатысуы керек. Мұны істеу үшін суды тек қамқорлықпен емдеңіз. Су объектілері және олардың айналасын ластамаңыз. Экологиялық сенбілікке белсене қатысыңыз. Егер елдің әрбір азаматы жер бетіндегі судың тазалығына қамқорлық жасаса, онда таза су көп болады. Бүгін суды сақтаңыз, ертең біздің ұрпақ аман қалады.